бастау осындай ине шаншығышты тоқып үйренеміз. Смайлик пішінді және бақа пішінді етіп тоқсаңыздар болады. Тоқу әдісі бірдей, бөлек жері тек сәндеген жерінде ғана айырмашылық бар. Міне өте сүйкімді. Менде көбіне инелерді кез келген жерге тастап кететін әдетім бар. Ал маған өте пайдалы бұйым болды бұл ине шаншығыш. Осылай инелерді қадап қоятын боламын. Тоқу әдісі өте оңай. Дәл қазір сіздерге тоқу әдісін көрсетемін. Кез келген жіппен тоқсаңыздар болады. Қолдарыңызда бар жіппен. Кез келген жіппен тоқи беріңіздер. Айырмашылығы жоқ. Бірінші осындай дөңгелек пішінді етіп тоқып аламыз. Екі осындай пішінді тоқуымыз керек. Ол үшін кольцо амигуруми алып аламыз. Осылай қолымызға орап ораймыз. Орап алған жібімізден күрчекті өткізіп, ауада шүлмегілеміз. Кольцо шығу керек. Енді 12 столбик накида іліп шығамыз. Яғни күрчекке жібімізді орап, осы сақинадан күрчегімізді өткізіп, жібімізді іліп аламыз. Міне 3 пайда болды. Екеуінен өткізіп аламыз. Тағы да күрчекке жібімізді орап, 2 жіптен дәл осылай өткізіп аламыз. Дәл осылай 12 рет аламыз. Бірінші накидіміз дайын, енді 11 накид алып шығамыз. Он. Он екі. Керек бірінші накидпен 12-ші накидті осылай тартып алсақ қосылады. Қатты тартуымыз керек. Осылай тартылмайтын болса, кольцоңыз дұрыс шықпаған болады. Оны дұрыс алуыңыз керек. Осылай біріктіріп аламыз. Ауада тағы шүлмегіліп, әр накидімізден 2 столбик ұяшықтан 2 рет іліп шығатын боламыз. Әр накидтен 2 рет іліп шығамыз. Бірінші накидімізден 2 рет іліп аламыз. Дейін әр накидім пайда болған накидтерімізден осылай 2 рет іліп шығатын боламыз. Осылай 2 рет іліп шығамыз. Дәл солай болады. Әр қайсысынан 2 ілеміз. Соңымен бірінші ұяшықты дәл осылай қосып аламыз. Шүлмегілеміз. Енді әр қайсысынан 2 алған едік. Бізде алдыңғы қатарда енді бірінші накидімізден 1 столбик, келесі накидімізден 2 столбик аламыз.
бірінші столбиктен бірінші накидтен бір столбик, келесінен 2 столбик. Через алып отырамыз. Бір столбиктен бір рет, келесі столбигімізден 2 рет ілеміз. Содан соң келесінен 2 рет іліп алатын боламыз. Екі рет. Бұның соңына тоқимыз. Бір рет, келесінен 2 рет етіп. Он екі столбик қосылып отырады. Көбейту болады. Тағы да бізде бұл жерде енді 2 столбиктен бір реттен ілеміз, келесі столбиктен әрқайсысы 2 рет іліп алатын боламыз. Бірінші столбигімізден бірінші және екінші столбиктен бір рет бірден іліп аламыз. Бір накид, келесі столбиктен 2 рет 2 накид алатын боламыз. Дәл осылай көбею керек. Бірінші және екінші накидімізден столбиктен осылай бірінші және екінші накидімізден осылай біреуден іліп аламыз. Ал бірінші, екінші накидімізден бір рет ілеміз. Әр үшінші накидтен 2 рет іліп отыратын боламыз. 2 рет іліп отырамыз. Осылай болды. Бізде бірінші қатарда 12 іліп алдық, содан соң әрқайсынан 2 іліп шықтық. Осылай 2. Келесі қатардан через іліп алдық, 2 ұя шықты. Енді 2 столбикті. Енді алған соң көбейтіп отырамыз. Дәл солай. Қатардың соңына дейін дәл солай тоқимыз. 2 столбик іліп аласыздар, содан соң көбейтесіздер. Бір ұяшықтан 2 рет алып, бір столбиктен 2 накид алып, дәл солай кете береді. Ал қатардың соңында аяқтайсыздар, сонымен дәл осындай пайда болады. Содан соң бірге қосатын боламыз. Қатардың соңына дейін тоқыңыздар. Және де екінші парын тоқуыңыз керек. Дәл осылай қосып алатын боламыз. Осы қатарды соңына жеткенде аяқтайсыздар және екінші бөлігін тоқып аласыздар. Содан соң біріктіруді көрсетемін. 2 бөлігі де дайын болды. Сіздер екінші бөлігінен үзбек қойсаңыздар болады. Енді қосып алатын боламыз. Жіпті арасына білдіртпей, сөгілмейтіндей етіп.
кесіп аламыз. Енді екі бөлігін ол үшін наполнитель керек болады. Оны бірақ аяқтап жатқанда саламыз, осындай наполнитель. Мақта қолдансаңыздар болады, бірақ наполнительмен дұрыс болады. Қосып көрсетем, осындай өрімдер шығып тұр ғой. Біз осының сыртқы бөлігінен іліп алатын боламыз. Крючокқа жібімізді орап, осылай екі жіптен осылай өткізіп отыратын боламыз. Өрімдердің тек сыртқы бөлігінен аламыз, тек сыртқа қарап тұрған бөлігінен осылай крючокқа жібімізді орап, осылай өткізіп алатын боламыз. Осылай қосып аламыз. Тек сыртқы бөліктен ілеміз. Жарты бөлігіне келіп тоқығаннан соң осылай наполнительді ішіне толтырып алыңыздар. Ыңғайлы тығыздықты толтырып алыңыздар. Барлығын сала саламыз. Жалғастырамыз. Тек сыртқы бөлігінен алып, осы жерге дейін тоқыңыздар. Содан соң осылай іліп қоятын ілмегін тоқимыз, сонымен аяқталады. Соңына дейін осылай жалғап болған соң, ауада осылай іліп аламыз. Кез келген 20 ілмегілсеңіздер де болады. Өздеріңізге керекті мөлшерде ілістер. Ілетін бау деймі? Мен бау деп тұрмын енді. Осылай іліп, қалаған мөлшерде ауада іліп алыңыздар. Солай тоқимыз. Міне, осылай. Соң мен осы жерінен өткізіп жібердім. Іліп алып, осылай шығарамыз. Аяқталды. Шаншығышымыз дайын. Осылай көз тоқып алып, немесе дайын көздерді осылай жабыстырсаңыздар болды, смайлик дайын болады. Көзін тоқылу жолын келесі жол көрсететін боламын. Міне осылай көзді жабыстырып, ауызын осылай инемен тігіп шығасыздар. Сонымен дайын смайлик. Бақа пішінді істесеңіздер де болады. Дәл солай көзін тігіп аласыздар. Осылай аузын сүйкімді шықты. Көзін тоқуды келесі видеода көрсетемін.